Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздерге майонез қосылған өте дәмді, қазіргі кезде хит болып жатқан салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз сәндік үшін бетіне себілетін картофельный пайды дайындап аламыз. Ол үшін мен орташа көлемдегі 3 картопты ашып, тазалап жуып алдым. Одан кейін терканың осындай көзінен картоптардың барлығын терлік жақсылап өткізіп алдым. Міне бізде осындай болып шығады картоптарымыз, ұзын-ұзын әдемі болып шықты. Үккіштен өткізілген картопымыздың үстінен салқын суды құйып 15-20 минут уақытқа осы күйінде қалдырамыз. Сол кезде картоптың құрамындағы крахмалы суға шығып, картопымыз қазір қуырғанда қытырлақ болып тұрады. Міне 20 минуттан кейін суда тұрған картопты суынан сырқытып алып, 2-3 қайтара жуып аламыз да құрғақ майлық немесе матаның үстінен жақсылап видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып шығамыз. Үстінен құрғақ салфеткамен кептіріп алсаңыздар болады, немесе мен сияқты күннің астына қойып, осылай картоптарыңызды құрғатып алсаңыздар да болады. Табамызға май құйып, астын қатты отта қыздырып болғаннан кейін, оттың астын баяу етіп қойып, жаңағы күнге қызған картоптарды жақсылап видеода көріп тұрғандарыңыздай сарғайтып қуырып аламыз. Бұл картофельный пайдың қуырылған түрі базарда сатылады. Оны да алып жасасаңыздар болады, бірақ қолмен жасасаңыздар өте дәмдірек шығады, әрі ұзақ уақыттарыңызда кетпейді. Картоптарымыздың барлығын қуырып алдық. Енді бізге қайнатылған жұмыртқа қажет болады. Мен 5 жұмыртқаны суға қайнатып алып, ұзынша етіп кесіп дайындап алдым. Осы салаттан менде 4 тарелка салат шықты. Астындағы описание бөліміне қажетті заттардың барлығын жазып қалдырдым. Соған қарап аз немесе көп етіп жасай берсеңіздер болады. Туралған жұмыртқаны арнайы ыдысыма салып, оның үстінен қиярды да соломка етіп турадым. Және бізге колбаса қажет болады. Колбасаны да соломка етіп турап, үстінен Бандуэль фирмасының жүгерісін қостым. Жүгеріні мен сумен бірге қосып жібердім. Сол кезде біздің салатымыз сочный болып шығады. Және соңында майонезді салып, салатымыздың барлығын бір келкі болғанша дейін жақсылап араластырып аламыз. Салатымыздың дәміне қарай кішкене тұз қосып жібереміз. Одан соң жақсылап араластырып, ыдысымызға салып, ұсына берсек болады. Беткі бөлігіне жаңағы дайындап қойған картофельный пайды сеуіп шықтым. Осы қуырылған картоп біздің салатымызға ерекше дәм береді. Осымен салатымыз толығымен дайын болып шықты. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.